Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ортақ тақырып қоршаған орта. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағаштың суретін саласың. Бүгінгі сабақтың мақсаты күнделікті өмірде қолданылатын қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Әр түрлі тәсілдермен сұрақтарға жауап беру. Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі жаңа сөздерді жазамыз. Жаңа сөздер. Мұқият тыңда, қайтала. Ай, месяц, луна. Жұлдыз, звезда. Сурет, рисунок. Саламын, рисую. Сурет, саламын, нарисую рисунок. Ту, флаг. Жер, земля. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтамыз. Ай, жұлдыз. Суретін саламын. Ту, жер. Ай, жұлдыз. Суретін саламын. Ту, жер. Мен сурет саламын. Мен жұлдыз саламын. Сөздерден сөз тіркестерін құрастырамыз. Күннің суреті. Ненің суреті? Күннің суреті. Айдың суреті. Ағаштың суреті. Ненің суреті? Бұл күннің суреті. Ненің суреті? Күннің суреті. Айдың суреті. Ағаштың суреті. Шиенің суреті. Иттің суреті. Сәбіздің суреті. Сурет бойынша қайталап айтамыз. Ол гүл салады. Гүл салады. Ол гүл салады. Ол күн салады. Ол ағаш салады. Ол сурет салады. Сурет салады. Гүл салады. Күн салады. Ағаш салады. Қайталап айтамыз. Бұл не салады? Ол не салады? Ол не салады? Ол не салады? Әңгімелес. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Анель. Мынау ненің суреті? Бұл айдың суреті. Мынау ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Қайталаймыз. Әлібек, Әнел. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Анель.
Мынау ненің суреті? Бұл айдың суреті. Бұл ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Келесі тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Дәптерімізді ашамыз. Жұмыс дәптерін ашып жазамыз. Анель Әлібек мен сөйлемдерді толықтырып, қажетті сөзді қойып жаз. Анель суретін салды. Оның суреті жақсы. Әлібек суретін салды. Әлібектің суреті әдемі. Мен суретін саламын. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма бойынша «Иә, жоқ» деп жауап береміз. Сен сурет саласың ба? Сен ағаштың суретін саласың ба? Сен гүлдің суретін саласың ба? Сен күннің суретін саласың ба? Сен айдың суретін саласың ба? Иә, жоқ. Суретке қарап, сұрақтарды толықтырып айт. Анна, сен не саласың? Саша, сен не саласың? Анель, сен не саласың? Оның әкесі қандай сурет салады? Сенің атаң не салып отыр? Суретке қарап, толықтырып айт. Саша ненің суретін салды? Анна ненің суретін салды? Анель ненің суретін салды? Сенің атаң ненің суретін салды? Оның әкесі ненің суретін салды? Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. Бұл кімнің, ненің суреті? Сурет қандай? Сұрақтарын қолданып, диалог құра. Үлгі. Бұл ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Ағаштың суреті қандай? Ағаштың суреті әдемі. Бұл ненің суреті? Бұл күннің суреті. Күннің суреті қандай? Күннің суреті күшті. Бұл кімнің суреті? Бұл атамның суреті. Атамның суреті қандай? Атамның суреті жақсы. Тағы қалай айтуға болады? Қандай сөздерді қосып, толықтыруға болады? Ойланамыз, сұраққа жауап береміз. Қандай, ненің, кімнің сұрақтарын қолданамыз.
сөйлемді толықтырып жаз. Жіктік жалғауларын жалға. Мен сурет сала мын. Сен сурет саласың ба? Өте жақсы. Ол сурет сала. Мен ай мен күннің суретін сала. Сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Есте сақта. Мен сурет сала мын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Үйге тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. 81-ші бет, 2-ші тапсырма. Бағалау баспалдағы. Сен өзіңді қай баспалдақта көресің? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.